Шындықты айтса, бәріміз шындықты іздеп жүрген секілдіміз. Бірақ шындық айтылған жерден беземіз. Ақиқат, ақиқат деп айқайлаймыз. Ақиқат айтылса, бұл қатты сөйлейді деп қашамыз. Иманым әлсіреді деген адамдар, демек сіз сондай ортада жүрсіз, сіздің иманыңызға жақсы жағынан әсер ететін адам жоқ сіздің жаныңызда. Немесе бір атақты ұстаз болу керек па, немесе үлкен бір білімді имам болу керек па. Жаныңда жүрген досың сені ескертіп жатыр ғой, неге сен оны мазақ қылып, қайтып ескертпейтіндей қылып жібересің? Айтшы, сонда дос не үшін керек бізге? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман бауырлар, қасиетті айымыз құтты болсын. Алла тағала жасап жатқан құлшылықтарымызды қабыл етсін. Алла тағала әрбір мұсылманның осы айдағы жасаған амалдарын Алла тағалам еселеп беріп, бүкіл күнәлар кешірілген құлдардың қатарында Шәуәл айына аман-есен жетуімізді Алла тағалам нәсіп етсін. Мынау қазіргі заман өзімізді өзіміз алдап жұбатып жүрген заман ғой. Мына бір нәрсені айтқым келеді, қысқа уақытқа кірдік. Кейбір осы намаз оқып жүрген жігіттердің өзінде мынандай сөз естиміз. Иманым әлсіреп кетті. Иманым әлсіреп жүр деп жаңағы жігіттер кейде шағымданып жатады. Бұл өтірік әңгіме. Иманым әлсіреп кетті деп бар ғой. Бұл өзін өзі алдау біріншіден, және өзін тақуа көрсету. Адамдар ауырса, ауруханаға барады ғой. Біздің ісіміз бен сөзіміз тең келсе екен деймін ғой, тура болса деймін. Жаураған адам жылыға кіреді, ыстықтаған адам салқынға шығады деген секілді. Күн өткен адам басын жабады. Тура сол сияқты иманы әлсіреген адам иманым әлсіреді деп отыра бермейді, негізі әрекет жасайды. Енді осы иманым әлсіреді деп айтудың өзі керісінше бір өзін бір жаңағы күнәсін мойындайтын бір тақуа құлдардан болып көрсеткісі келетін секілді болып кетеді кейде ше. Енді біз иманымыз әлсіз ғой дегеннің өзі жаңағы Алла біледі, жеткізе алмай жатқан шығармын. Қараңыздар, бұның жауабы мынау. Қазақ айтады, сен досыңның кім екенін көрсет, мен сенің кім екеніңді айтамын дейді. Адам досының дінінде дейді. Енді қараңыз, осы иманым әлсіреп жүр деген адамдар нақты біле берсін, сенің жүрген ортаң дұрыс емес. Біз қорқақпыз. Біз ортаны өзгертуге қорқамыз. Қараңыздар, біз уағыз тыңдап отырамыз ғой, имамның алдында уағыз тыңдап отырамыз. Сол кезде бәріміз ойланып отырамыз. Негізі дұрыс айтып отыр. Негізі күнәміз көп. Құран жайлы айтылса не? Негізі Құран үйрену керек қой. Негізі амал ету керек. Тағы кейде не істейміз? Өзімізше жоспарлап та қоямыз. Осы Құранды бастау керек деп ше. Имамның алдында уағыз тыңдап отқан кезде біздің иманымыз күшейіп отырады. Енді қараңыз. Әншілердің, ақындардың арасында отқан кезде домбырамен айтыс болып жатыр. Немесе термелер айтылып жатыр. Сол кезде не істейміз? Хөйде, хайт деп, анау қошемет оларды шабыттандырады деп, бір кезде қарасаң, хайт деп отырасың. Көкпар шабатындармен отырып қалсаң, олар ана көкпарды тартқанын, тақымға қысқанын айтып отқан кезінде, кәдімгі сол делебен қозып, сенде бір шапқын келіп отырады. Немесе енді әркім, мысалы, әр салада, мысалы, бұрын бокстасқандар бар, немесе бұрын күрескендер бар. Сол бұрынғы күрескен достарыңмен жиналып отырып, олар күрес жайлы айта бастайды. Мен кілемде былай аунадым, астынан өтіп барып, былай жасадым. 2 сағат тоқтамай күрестім деп жатқан кезінде, делебен қозып, барып, күрескін келіп, қайттан сол тренировка істегін келіп отырады. Жаттығу істегін келіп отырады. Түсіндіре алдым ба? Қай ортада отырсын, сен өзіңді солай сезініп, сол ортаға өзіңді
подстраивать етіп отырасың. Енді қараңыздар, иманым әлсіреді деген адамдар, демек сіз сондай ортада жүрсіз, сіздің иманыңызға жақсы жағынан әсер ететін адам жоқ сіздің жаныңызда. Мені мысалы қараңызшы, намаз оқығаннан кейін сізге қаласаңыз да, қаламасаңыз да, ортаңызды өзгертпесеңіз, сіз ұзаққа бармайсыз онда. Онда ұзаққа бармайсыз. Жақын қараңыз. Мысалы арақ ішетін 10 адам. Оған намаз оқитын бір адам кеп қосылса, ана намаз оқитын адамның иманы ешқашан күшеймейді. Неге? Өйткені қараңыз, олармен отыр, намаз уақытысы болды. Бұған намаз уақытысын есіне түсіретін ешкім жоқ. Және бұл ешкімге кеттік намаз оқып келейік деп айта алмайды. Және өзі де ол жерден тұрып кетуге ыңғайсызданады. Ал енді намаз оқитын ортамен отырса, ол қандай болады? Автоматом. Ей жігіттер, намаз уақыты болды, кеттіге намаз оқып алайық. Намаз уақытын есіне түсіріп отырады. Және бұны жалғыз оқытпайды. Жүре бірге оқимыз. Жамағатпен оқытады. Намазды есіңе түсіреді, оқытады. Және сен ол жерде тұрып кетіп барып жамағатпен намаз оқып келуге не істейсің? Ұялмайсың. Міне қараңыз, біз намаз оқығаннан кейін біз ортамызды өзгертуіміз керек. Өзгерту керек деген сөз, бұрынғы достарыңмен қырылып соғысып, олардың бәрін тастап жоқ болып кетемес. Бізде не істейміз? Бұрынғы достарымыздан кішкене алшақтасақ, жалғыз қап кететін секілдіміз. Ой, жігіттер, қорықпа, еш уақытта жалғыз қалмайсың. Еш уақытта адам жалғыз қалмайды. Тек қабірде жалғыз қаласың. Жай, сен немен айналысасың, саған сол іске қатысы бар адамдар жаныңа жинала береді. Ит төбелестіресің ба, сенің жаныңа өңкей сондай итбайлар жиналады. Қораз төбелестіресің ба, сондай қоразбайлар жиналады. Сен қараңыз, жайлап мешітке қарай жақындай бастадың ба? Қаласаң да, қаламасаң да, бұрынғы арақ ішетін достар болатын болса, олар тастап кетпе. Оларға жағдайын біліп тұр, бірақ сен олармен әрдайым бірге жүру сенің иманыңа кері әсерін тигізеді. Неге? Өйткені олар саған намаз уақытысын еске салмайды. Сен олармен отырып насихат айта алмайсың. Олардың арасында насихат болмайды. Олар мешітке сенімен бірге келе алмайды. Сен олармен арақ ішетін жерге бара алмайсың. Онда не үшін араласасың? Қаласаң да, қаламасаң да кішкене арақашықтық сақтау керек болады. Сен оларды тартуға әсер етуің керек. Егер сен оларды тарта алмасаң, олар сені тартып кетеді. Бірақ көбінесе жалғыз адам көпшілікті тарта алмайды. Көпшілік жалғызды тартып кетеді. Сол үшін жігіттер, ортамызды кішкене дұрыстау керек деген нәрсе, бұрынғының бәрін өртеп тастау емес. Кішкене арақашықтықты сақтау керек та. Жамағатқа қосыл. Білім алу керек. Сонда ғана не істейміз? Кішкене біздің иманымыз күшейеді. Жалпы иман деген немен күшейеді? Иман біліммен күшейеді. Мына уағыз деген бұл иманды күшейту, ол екіталай. Өйткені қазір уағыз тыңдаған кезде бәріміз ойланып отырмыз. Бірақ қазір жапқаннан кейін концертті ашсы, сен қазіргідей иманың ондай жанып тұрмайды, от боп тұрмайды ол кезде. Ол кезде сенің ойың өзгереді. Деген секілді адамды сақтайтын білім. Білім жігіттер, бұл тек қана тыңдаумен келмейді. Білім жазумен келеді, оқумен келеді, тыңдаумен келеді, айтумен келеді. Тура мектептегі істер. Бірінші ұстаз түсіндіреді, жаздырады, тапсырма береді, ертесіне сұрайды. Міне осы мүшелердің бәрі жұмыс істеген кезінде не істейді? Білім сомен дариды. Ал біз қазір өкінішке орай тек тыңдаушымыз. Ал іске келген кезде тыңдаған адам істеген өзінде де жаңағыдай осылай ма еді, осылай емес пе еді деген сияқты күмәннан арыла алмай жүреді. Мына жігіттерге айтамыз, жігіттер, шынымен ренжімесін. Доспыз дейміз, көп біздің жамағаттың ішінде де достар көп. Бірақ не үшін доспыз? Біз вообще бір-бірімізге не үшін доспыз? Шындықты айтсақ көтере алмасақ. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деген қайда? Шындықты айтса, бәріміз шындықты іздеп жүрген секілдіміз. Бірақ шындық айтылған жерден беземіз. Ақиқат деп айқайлаймыз. Ақиқат айтылса, бұл қатты сөйлейді деп қашамыз. Бірақ айтыңызшы, сені жақсылыққа шақырмаса, жамандықтан қайтармаса, саған қателігіңді бетіңе айтпаса, сені тура жолға баруыңа себеп болмаса,
Дос не үшін керек, ағайын айтыңыздаршы. Дос деген ішіп жеу үшін ба? Көшеде кез келген адамға зат сатып алып бере бер. Сатып алып берсең болды, ол сенімен дос болып кете береді. Енді мына жігіттер, группаларымыз бар, WhatsApp'та группаларымыз бар бәріміздің. Айтыңыздаршы, не үшін керек? Бір-бірімізді рыбалкаға, палауға, бильярдқа, баняға шақыру үшін ғана керек па? Не үшін керек ол группа бізге? Ол группа сені жақсылыққа шақырмаса, жамандықтан тыймаса, не үшін керек ол группа? Жігіттер қараңыздар, бір топ жігіт WhatsApp'та отырады, достар. Соның ішіндегі біреуі, ей жігіттер, өзгерейік, Құран оқуға барайық, Құран үйренейік, ұстаз жалдайық та сабақты бастайық десе бар ғой, қалғандары анандай мынандай нелерді жібереді. Смайликтерді жібереді та. Ай, не болып қалды, арқаң ұстап қалды ма? Ойбай, жаман түс көрдің ба? Басқа сен айтпай қойшы деген сияқты. Ананы қайттан сөйлемейтіндей қылып үнін өшіріп жібереді ғой. Қарашы, сізге ескерту үшін Алла тағала міндетті түрде бір басы дәу ғалымды алып келу керек па? Немесе бір атақты ұстаз болу керек па? Немесе үлкен бір білімді имам болу керек па? Жаныңда жүрген досың сені ескертіп жатыр ғой, неге сен оны мазақ қылып, қайтып ескертпейтіндей қылып жібересің? Айтшы, сонда дос не үшін керек бізге? Дос деген жаныңда жүріп, қараңыздар, мен өзімнің қателігімді байқамаймын. Адам өзінің қателігін байқамайды. Адам өзін бәрін тура жасап жатырмын деп ойлайды. Бірақ оны жанында жүрген дос айтады: ей, мына жерде шайып бара жатсың, тоқта сен, ей, тоқта, кетіп бара жатсың уже. Дос, қасыңыздағы адам сіздің қателігіңізді байқайды. Киіміңізде де бір жеріңіз ашық тұрса, жаныңыздағы байқайды. Тіптен, мына Құран жаттағандардың өзінде, Құранында жайлап қателіктер пайда бола бастайды. Фатиха сүресінде бір-екі әріптен, оны кім байқайды? Ол күнделікті оқып жүр ғой, ол өзі оны байқамайды. Ол тура оқып жатырмын деп ойлайды. Біртіндеп әріптеп кете береді. Оны жанында отқан Құран түсінетін досын естиді: сен мына әріпте қате кетіп жатсың, турала деп. Көп имамдар да, мысалы, намаз оқып жүргендер де Құрандарын қайталап жүрсе дұрыс болар еді. Кейде, өйткені бір кісілерге үйіп қалсақ, намаз оқыған кезінде Құрандағы қателіктерін көрсең, өте андай грубый қателіктер жіберіп жатады. Мағынасы өзгеретіндей жағдайда. Мысалы үшін, бірде мен бір кісінің артынан намазға үйдім. Енді мысал ретінде бұл Құранға деген махаббатты арттырар деп айтып жатырмын, бауырлар. Бірде бір имамның артына үйдім. Сонда былай деп оқып жатыр: Құранның мағынасы өзгеру деген не екенін білесіздер ма? Әлхамдулиллахи роббил ғаламин дегеннен өзгере қоймайды ол. Ғаламин дегеннен. Кейбір жерлері бар. Мысал үшін, Құл аузу би роббил фалақ мин шарри ма халақ. Біз Фалақ сүресінде Алла тағалаға сыйынып жатырмыз зиянкештердің зиянынан. Соның ішінде дейді: мин шарри ма халақ. Сенің жаратқан нәрселеріңнің зияндығынан дейді. Осы жерде мин шарри ма халақ десек, я Алла, сенің жаратқан нәрселеріңнің зиянынан саған сыйынамын деген сөз шығады. Ал егерде сол жерде мин шарри ма халақ десек бар ғой, бірақ әріп холақ халақ болып ауысса егер, арабтарда яхлиқу деген шаш қысқартады деген сөз. Халиқ деген халиқ, жаратушы Алланың аты болса, халиқ қысқартушы, шаш қысқартушы, парикмахер деген сөз. Енді қараңыз, сіз мин шарри ма халақ десеңіз, я Алла, мені парикмахерскийлердің зиянынан сақташы деген сөз шығады. Аллази ювасвису фи судурин наси минал джиннати ван нас. Я Алла, мені жаңағы уасвас салатындардың және не минал джиннати ван нас, адамдар мен жындар мен адамдардан болған сондай зиянкештерден деп жатырмыз ғой. Кейбір адамдар осы жерде минал джаннати ван нас, я Алла, мені жәннат пен адамдардан сақта деп оқиды. Жаңағы енді болған нәрсені айтайын. Бір имамға үйіп тұрмын. Бір жігітке артынан үйедік. Сонда былай дейді. Такатур сүресін оқыды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхакумут такатур хатта зуртумул мақабир. Калла сауфа та'ламун, thumma калла сауфа та'ламун.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Üstüp kelette. Qarаңыздар. La tarawunnal jahim деген аят бар. Бәріңіз білесіздер. La tarawunnal jahim. Осыны бетіп оқып отыр. La tarawunnal jahim. Арабшада, Құранда мынандай ереже бар. Жаңағы қараңыздар. La tarawunna, одан кейін la tarawunna. La деген біріншісінде тез айтылып кетті де, екіншісінде екіге созылды. Бір болып өтетін болса, la tarawunna болып. Бұл ләму тәкид деген бар. Күшейтпелі ләм деген сөз. Ләму тәкид бұл жаңағы әлбетте, анық. Былайша айтқанда обязательно деген сөз. Ла тарауnnал жахим. Сендер әлбетте, міндетті түрде жаңа жаханнамды көресіңдер дейді. Жаңа имамдыққа шыққан жігіт оқып отыр. Ла тарауnnал жахим. Сендер жаханнамды көрмейсіңдер дейді. Одан кейінгі аятта Сумма ла тарауннаха айнал яқин. Кейін сендер сол жаңағы айтылып тұрған жаханнамды бар ғой, анық көздеріңмен көресіңдер дейді. Ла тарауннаха айнал яқин. Анық көздеріңмен көресіңдер дейді. Жаңағы кісі оқып жатыр. Сумма ла тарауннаха айнал яқин. Кейін сендер анық көздеріңмен ла тараунна көрмейсіңдер дейді. Кейін не? Сумма ла тус'алунна яума идин анин наим. Кейін сендер әлбетте, міндетті түрде сендерге берген нығметтен қияметте сұраласыңдар дейді. Ал ана кісі оқып жатыр. Сумма ла тус'алунна яума идин анин наим. Кейін сендер өздеріңе берген нығметтен сол күні сұралмайсыңдар деп оқып жатыр. Соның бәрі неден болды? Ла тарауннаха дегенде ла тараунна деп оқи салды. Ла тус'алунна дегенде ла тус'алунна дей салды. Осының өзіне Құранның мағынасын өзгертетіндей жағдай қалып барды. Ал намаз қай кезде бұзылады дегенде не дейді? Құран мағынасы өзгеретіндей жағдайда оқылса дейді. Бұл намаздың бұзылып кету қаупі бар. Қараңыздаршы, бір әріптің әшейін. Бізде кейде жаңағы анау қазақша мақамға, жалпы мына қырағат деген біздің түсінігімізде қырағат деген анау деген әндерді айтам. Бұны мелодия деп айтсақ болады. Ал қырағат деген ол негізі басқа, оның мағынасы басқа. Асым қырағаты бар деп айтады. Мысалы үшін оқылу тәртіптері басқаша. Мысалы бір қырағатта «Ваддуха, валлайли иза сәжа, ма ваддака раббука ва ма қала» деп оқса, екінші бір қырағатта «Ваддухи, валлайли иза сәжа, ма ваддака раббука ва ма қали» деп оқылады. Қырағат деген осындай Құранның оқылу тәртібі кішкене айырмашылығы бар нәрсені айтады. Бізде қырағаты зор екен деп жаңа мелодияны салғандарды бірақ біліп алыңыздар. Осы әндетіп мақамға, мақам деп айтайықшы, әндетіп сол мақамға салғанның өзінде де деп кейде созамыз ғой. Қайдан білесіз, ол жерде мағына өзгеріп бара жатқан шығар деген секілді. Міне жігіттер, бағанағы тақырыпқа қайтайық. Осындай Құранда қателіктеріміз бар да, намаз оқып жүрген жігіттердің өзінде. Ал біз бірін-бірімізді әлі күнге шейін Құран үйренейік деп ескертуге қорқамыз да, неге? Бірін-біріне келеке мазақ қылып жап прикол ұстап тастайық та. Айтыңызшы. Әпке қарындастар, аға інілер, бауырлар, дос бізге не үшін керек? Егер ол біздің қателігімізді көріп тұрып айтпаса, ол бізді жақсылыққа шақырмаса, жамандықтан қайтармаса, құр әшейін бетіңе өтірік мақтайтын өтірік достардың не керегі бар? Батырды бәрекелді өлтіреді деп, керісінше көп қасиеттерімізді мақтап жоқ қылып жіберген жоқ па? Міне жігіттер, бағанағы басындағы сұрақтың жауабы мынау. Кімде кім? Мен иманым әлсіреп жүр деп жүрма? Оны сен айтпай-ақ қой, сен әшейін образда отқан адамсың. Сен оны жазудың жолын білесің, бірақ істегің келмейді. Ол үшін не істеу керек? Ортаны өзгертіп, сенің иманыңды күшейтетін ортаға бару керек. Сен өзің иманыңды күшейтетін ортаға кірмейсің.
işetindердин ананын мынанын жанында жүрөсүң да, енді келип алып, иманым әлсіреп отыр деп, кімнен пана сұрап отсың? Немесе сен білім алып жатқан жоқсың. Міне сенің иманыңның әлсіреуіне себеп болатын нәрсе, сен білім алып жатқан жоқсың. Иманды күшейтетін нәрсе не болады? Білім болады. Құр уағыз емес. Сіздер қазір мына уағыз өшет. Ертең айтасыздар, кеше прямой эфирде Жарқын Мырза уағыз айтты. Мә, қатты айтты дейсіздер. Не айтты? Білмеймін, есімде жоқ. Бірақ қатты айтты деп айтасыздар. Дәл солай. Білім, мына уағыз деген тыңдаймыз, ертесіне білмеймін, зор айтты болып өзгеріп кете береді, жігіттер. Алла қуат берсін, Алла өмірлеріңізге береке берсін. Алла Тағала отбасыларыңызға амандық берсін. Рамазан айы ұйықтайтын ай емес. Рамазан айын барынша амалдар 700-ге еселенетін күнәлар. Алла Тағала бұл Рамазан айындағыдай еш уақытта адамдарды кешірмейді. Осы айдағыдай кешірім болмайды, Құдай біледі. Осы айды дұрыс пайдаланып қалайық. Құран түскен ай, Құран оқиық. Құран үйренейік. Жалпы мына бір кісі сұрап жатыр, әйел адамға тарауих намазын оқу міндет па дейді. Ол ешкімге міндет емес. Еркектердің өзіне де тарауих намазын оқу бекітілген сүннет муаккада. Міндет нәрсе емес. Бірақ еркектер әлбетте бекітілген сүннетті себепсіз қалдыруға болмайды еркек адамдарға. Ал әйел адамдар, еркектер тұрған жерде егерде, мысалы біздің ауылдағы Сейітжан Қарима мешіт секілді әйелдер басқа жақтан, еркектер басқа жақтан кіретіндей жағдай болса, барып тарауихты оқып жатсаңыз проблема жоқ. Бірақ егерде еркектер мен әйелдердің кіретін есігі бір болатын болса, бара жатып, о қарындас, намазыңыз қабыл болсын, оразаңыз құтты болсын, машалла, баракалла деп еркектер жыбырлап сөйлейтін жағдай болса, лучше үйіңде отыр да, өзіңнің бөлмеңде намазыңды оқы, саған мешіттен гөрі сол абзалырақ болады. Ассаламу алейкум ухти дейтін жерлер болса, лучше демал онда үйіңде. Отырып алып, үйіңде отырып оқы. Сол сіз үшін қайырлы болады. Біз Меккедеміз. Сол қажыларға, Алланың қалауымен қажыларға, апаларымызға қызметтеміз. Мына жерде сұрақтар көп келіп жатыр екен, қашайын енді. Бізде ондай сұраққа жауап беретіндей білім жоқ. Жалпы қажекелер, осы сұрақтарды көп мақам деген сұрап жатыр. Бізде мақам деп қазақтарда анау әннің ырғағы, ырғақ деп айтайықшы. Ырғақты айтады қазақтарда, мақам деп айтады. Сонда бір атауы сондай да. Бағанағы мақам дегенді дұрыс түсінбей қалған кісілерге болса. Одан кейін, егер сіздерде сұрақтар болатын болса, бізге мына Инстаграмға да көп сұрақтар қояды ғой. Мен сұрақтардың бәріне жауап беруге тырысамын. Барынша ешқандай келген сұрақтарды жауапсыз қалдырмағам. Енді арасында бір кетіп қалмаса, кейдерде түнімен отырып сол Инстаграмдағы сұрақтарға жауап берудің әрекетін жасаймын. Дегенмен, сіздерге оңайлау жолы біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Муфтият KZ деген сайты бар. Сол жерге сұрақтарыңызды қойып қойсаңыздар, сол жерде отқан білікті мамандар, ұстаздар сіздерге жауап береді, Құдай қаласа. Гид болу үшін не істедіңіз дейді. Загранпаспорт алу керек та, бару керек та, гид болу керек болды ғой. Басқа не істейсің? Әкімшіліктен бар документ алмайсың ғой. Оразаларыңыз қабыл болсын, жақсы, көп миларыңызды ашытпайық. Алла Тағала отбасыларыңызға амандық берсін. Елімізді Алла Тағала құдайсыздардан сақтасын. Құдайын танымай жүрген адамдарға Алла Тағала хидаят берсін. Ана еліміздегі құдайын әр жақтан іздеп жүрген ана құдайсыздарға Алла Тағала хидаят берсін. Жақсылықта жолайық. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.